Сәлеметсіздер ме, құрметті Саулық Лайф онлайн марафонының қатысушылары. Бүгінгі тақырыбымыз жасөспірімдік жүктілік. Жасөспірімдік жүктілік немесе ерте жүктілік деп атаймыз бұны. Бұл 13 пен 18 жас аралығында болатын жүктілікті айтады. Негізі дамушы елдерде ерте жүктілік көбінесе ол жоспарланбаған, қалаусыз жүктілік болады, сондықтан да көбінесе абортпен аяқталады. Тіпті үлкен мерзімінде де абортпен аяқталып жатады. 13 пен 18 жастағы қыздардың гормоналды жағдайы енді қалыптаса бастайды. Бұл кезеңде қыз баланың ағзасы да, психикасы да әлі жүктілікке ана болуға дайын емес. Жасөспірім қыздың ағзасының жүктілікке дайын болмауының себебінен көптеген өзгерістер туындайды. Организмде ұрықтың дамуына қажетті материал дайындау басталады. Ал жасөспірім шақта ол өзінің ағзасының өсуіне жұмыс жасау қажет еді. Сондықтан жүктілік болған жағдайда оның ағзасы барлығын екесе жасау үшін екесе көп жұмыс жасау керек болады. Сондықтан да жас организм жетісе алмайды. Жас қыздың да ұрықтың да тежелуі, даму тежелуі болады. Егер де жүктілік үзілмеген жағдайда нәресте жақтан мынандай мәселелер орын алады. Мерзімнен ерте босану. Мерзімнен ерте босану бұл да ол ағзасының әлі толық дамып жетпегені, жатырының толық ересек мөлшерге көлемге дейін ұлғаймағандығының себебінен болады. Салмағы төмен және өте төмен нәрестенің туылуы. Салмағы төмен дегеніміз бұл 2,5 килограммнан төмен болса, салмағы өте төмен 1,5 килограммнан төмен нәрестенің туылуы. Яғни ерте туылған, салмағы өте төмен туылған балалардың ары қарай өмір сүру мүмкіншілігі төмен болады, немесе әртүрлі ақаулардың пайда болуы мүмкін, тежелулердің пайда болуы мүмкін. Ағзалық жетіспеушілік, бұл да әрине әртүрлі витаминдер мен минералдардың жетіспеушілігінен пайда болады. Полиорганный недостаточность дейді. Көптеген аномалияларда осы витаминдердің толық минералдардың жетіспеуінен пайда болады. Сонымен қатар жатырішілік, гипоксия болып жатады. Бұл да әдетте анемия болған жағдайда, мысалы оттегінің толық жетіспеуі себебінен де осындай болып жатады. Сонымен қатар менталды және физикалық дамудың кешігу мүмкіндігі осы ерте жүктіліктен туған балаларда осындай болуы мүмкін. Сонымен қатар жасанды емізу көп орын алады. Себебі жасаналар омыраумен емізгенді ауыр көреді, немесе балаларын қалдырып кетіп жатады. Сондықтан да көп жағдайда жасанды емізу орын алады. Әрине жасанды емізу қаншалықты омырау үстіне жақын жасалынғанмен ол омырау үстін толықтай ауыстыра алмайды. Егер жүктілік үзілмесе, жасөспірім ана жақтан да әртүрлі проблемалар орын алады. Біріншіден бұл анемия. Анемия бұл жасөспірім организмде болып жатқан жасөспірім кезде де болатын бірден бір аурулардың бірі. Сондықтан егер бұндай уақытта жүктілік болған жағдайда анемияның ауыр түріне дейін алып келуі мүмкін. Ал анемия болған жағдайда баланың дамуының тежелісі болуы мүмкін. Сонымен қатар гипертония болуы мүмкін, эклампсия, преэклампсия сияқты қан қысымының жоғарылауымен өтетін, бүйректің зақымдануымен өтетін осындай жүктілік аурулары болуы мүмкін. Және гипертония, яғни қан қысымының жоғарылауы, бұл да әлі жасөспірім ағзаның қан айналым жүйесінің толық дамып жетілмегендігінен болады. Сонымен қатар токсикоз да орын алып жатады ерте жүктілік кезде жиі. Жүктілік кезінде салмақ аз қосылады. Ұрық жолдастың төмен немесе жатыр мойнына жанаса жатуы да осы ерте жүктілік кезінде жиі кездеседі. Себебі жатыр әлі кішкентай, мөлшері балалы болуға, жүкті болуға әлі дайын емес. Сондықтан оған бекіген плацента төмен орналасып жатады. Плацента деп отырғанымыз, яғни ұрық жолдас баланың тамақтанатын, яғни барлық минералдарды алатын мүшесі. Одан кейін түсік
выкидыш болып тұрады, себебі сол ағзасының толық дамып жетілмегендігінен. Босану кезінде де әрине әртүрлі асқыну болуы мүмкін. Босану әлсіздігі, босану жолдарында ұрықтың тұрып қалуы, бұл да бұлшық ет жүйесінің және тірек қимыл жүйесінің, сүйектерінің әлі толық дамып жетілмегендігінен, ересек әйелдің бөксесінен жамбас сүйегінің мөлшеріне дейін әлі өсіп дамып жетілмегендігінің себебінен де босану әлсіздігі, босану жолдарындағы ұрықтың тұрып қалуы болуы мүмкін. Ал бұндай жағдай әрине жатырішілік гипоксияға, баланың жағдайының ауырлауына және агрессивті босану тәсілдерін қолдануға дейін алып келеді. Сондықтан бұл ары қарай баланың дамуына кері әсерін тигізеді. Және осындай асқынулар болмас үшін көбінесе жасөспірім жүктілікті кесір тілігі арқылы босандырады. Ерте жүктіліктің психологиялық проблемасы да бар. Алғаш жүктілік жайлы жасөспірім қыз білген кезінде өзін кінәлі сезінеді, ашуланады, мойындағысы келмейді. Бұл кейінірек қауіпті салдарға алып келуі мүмкін, себебі психикасы толық жетілмеген және жеке тұлға болып әлі қалыптаспаған жасөспірім қыз үшін әртүрлі бұл ауыр сынақ болып табылады. Сондықтан олар әртүрлі ауыр әрекеттерге баруы мүмкін және медициналық көмекке де кеш жүгініп жатады. Қыз бала өз өміріндегі алғашқы маңызды шешімге тап болады. Балалық шақтан бірден ересек өмірге күрт ауысып кетеді. Ал жас әкелер болса, мұндай жағдайда көбінесе жас қызды жалғыз қалдырып қашып кетеді. Сол себепті де қыздардың мойнында жалғыз өзі шешім қабылдау, шешім шығару тұрады. Қоғамда да мұндай жағдайларды дұрыс қабылдамайды, көп сөгеді, бетінен алады, айыптайды. Сол себепті де қыздар ешкімге айтқысы келмей, тіпті ата-аналары да өте үлкен мерзімінде біліп жатады. Көбінесе ерте жүктілік жағдайы төмен отбасының балаларында болады екен. Ата-аналар мен балалар арасындағы қалыпты қарым-қатынас, сенімді қарым-қатынас болмаған жағдайда, ашық әңгіме айтылмаған жағдайда осындай мәселелер туындап жатады. Сонымен қатар жүкті болғаннан кейін қыз мектепті тастауға тура келеді, немесе мектепті бірге алып жүрген күннің өзінде де оған қиындық туғызады. Білім жетіспеушілігі қыздың одан әрі өзін-өзі дамытуына, кейін оның жақсы жұмысқа орналасуына, мәнсап жасауына мүмкіндігін тежейді. Қара жұмыс істеуге мәжбүр болады, ал бұл ақша жеткіліксіздігіне өз кезегінде жас ананы қылмысқа итермелейді. Қорғансыздық көбінесе отбасындағы зорлық-зомбылыққа алып келеді. Үмітсіздік алкоголизм мен есірткіні қолдануға итермелейді. Және мұндай қыздар, мұндай әйелдер көбінесе 20 жасқа толмай тағы да жүкті болып жатады. Және олардың балалары ешкімге қажет емес және сәбилер үйлерін толықтырады. Қазақстанда жасөспірім қыздар арасындағы жасанды түсік аборт бойынша Европамен салыстырғанда 3-4 есе көп екен. Сондай-ақ елімізде 21 мың ВИЧ дертін жұқтырған адам болса, соның 40%-ы 15 пен 29 жас аралығындағы жастар, яғни жас буында осындай ВИЧ ауруы бар. Осындай түрлі себептерден де елімізде қазір 17 мыңнан астам отбасы бала сүйе алмай отыр, бедеулікпен күресіп келе жатыр. Сондықтан мамандар бұндай ауыр келеңсіз жағдайларға тап болмас үшін жыныстық тәрбие бірінші отбасыдан, одан кейін мектепте жүйелі түрде, мектептен кейін де жүйелі тұрғыда, сауатты түрде әрбір баланың жасына сай білім беру керек екенін айтады. Ерте жүктіліктің салдары әрине бұл ең ауыры жасөспірім қыздың өлімі, нәрестенің өлімі, бірақ та бұның психологиялық жағынан да әртүрлі салдарлары бар. Мұның салдары негізінен әйелдің моральды әсер ететін психологиялық деңгейлерге немесе кемсіту, немесе бас тарту, жалпыға ортақ проблемаларға айналған әлеуметтік деңгейлерде де болуы мүмкін. Депрессияға ұшырайды және мұндай жаңа жауапкершілікке ие болған жас қызға бұл өте ауыр тиеді, қиналады және ары қарай өз-өзін ұстауға, өз-өзін қалыпқа келтіру қиынға соғады. Көңілсіздік сезімі туындайды, қаражат жеткіліксіздігі, бұл болашаққа деген сенімсіздігі пайда болады.
болашақ баласының, жаңа туылған нәрестенің әл ауқатына қатысты уайымдайды, және өзінің білімінің болмауы оған ары қарай қалай тәрбие берем деген сияқты әртүрлі жауапкершілік алуға тура келеді. Сол сияқты бұндай ауыр кезеңдерден тек жасөспірім қыздар ғана емес, тіпті ересек әйелдердің өзінде де осындай ауыр жағдайлар болып жатады. Яғни өзі жалғыз қалады, болашақ әкелер тастап кетіп жатады. Үлкен жауапкершілікке ие болғанда олар әртүрлі әрекеттерге баруы мүмкін. Өзін кінәлі сезінеді. Яғни әртүрлі кезеңдерде, бұл жүкті кезде қыз баланың гормоналды фонында әртүрлі өзгерістер болады. Сондықтан ол да әсер етеді. Жасөспірімдік кездегі психиканың толық дамымағандығының нәтижесінде енді реттеліп, енді қалыпқа келе бастаған кезеңде оларда әртүрлі скачоктар болуы мүмкін психологиялық тұрғыда. Сондықтан бұл өздерін үнемі кінәлі сезіндіріп, ары қарай ешкіммен араласқысы келмей, ешкіммен сөйлескісі келмей жабылып қалатын жағдайлар болады. Жыныстық қатынасты неше жастан бастауға болады? Жыныстық қатынас бұл Қазақстан заңнамасына сәйкес некеге тұру жасы 18 жас. Сондықтан жыныстық қатынасқа саналы тұрғыда, физикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда дайын болған кезде саналы түрде түсу қажет. Яғни сенімді жұбымен, яғни өзінің сексуалды серіктесіне сенім арта алатын кезде жыныстық қатынасқа түсу қажет. Неліктен жыныстық өмірді ерте бастауға асықпаған дұрыс? Біріншіден, ерте жыныстық өмір бұл жоспарланбаған қалаусыз жүктіліктің болуымен қауіпті. Екіншіден, жүктіліктің өзі буыны қатаймаған жас анаға, жас ағзаға, сондай-ақ ана мен іштегі нәресте өміріне қауіп төндіретін асқынуды тудыруы мүмкін. Үшіншіден, жүктілік болашақ сәби үшін әлеуметтік жауапкершілікті жүктейді. Оны бағу қажет, тәрбиелеп өсіру қажет, оқыту қажет. Яғни бұл тек қана физикалық, психологиялық, моральды тұрғыдан емес, сонымен қатар материалды жауапкершілікті талап етеді. Төртіншіден, ерте жүктілік, ерте жыныстық қатынас, некеден тыс жыныстық қатынастар, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, оның ішінде АИТВ, ВИЧ-тің, мерез, соз ауру, хламидия, трихомонада инфекцияларының асқынуы бұл әрине болашақта репродуктивті жүйесіндегі асқынуларына алып келуі мүмкін. Және бұл әрине ең ауыры бедеулікке алып келуі мүмкін. Статистика бойынша Қазақстанда әрбір 6-шы ерлі-зайыпты жұп бедеулікке ұшыраған. Жыныстық қатынаспен айналысқанда қажетсіз жүктілік пен жыныстық жолмен берілетін инфекциядан қорғану мүмкін бе? Әрине, қорғануға болады. Жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан мүшеқап, презерватив қорғайды. Толық қорғамаған күннің өзінде ол жыныстық қатынас басталғаннан бастап, егер де мүшеқапты киетін болса және жыныстық қатынас аяқталғанға дейін бүтіндігі бұзылмаған болса, онда 99%-ға дейін жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғануға болады. Бірақ та жыныстық қатынас басталмас бұрын міндетті түрде жыныстық серіктесіңізді жыныстық жолмен берілетін инфекцияларға тексеруін өтініңіз және одан ұялмаңыз. Бұл сіздің өзіңіздің денсаулығыңызды күтуге мүмкіндік береді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен акушер-гинеколог Айза Мұратқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.